Сәлем достар, қазір біз Қазыбек Құрайыштың бірге әнін гитарада ойнап үйренеміз. Мен ең мен сендерге өлеңін айтып беремін, сосын бастаймыз. Жан едің кенет ұнап қалған, күлкісі әнін дейін бұлақ салған. Өзімді сенсіз сезінемін, жұлдыздайын аспаннан құлап қалған. Қайтайықшы бірге серуен құрып, жасырмай сыр айтайықшы, құстай ұшып бірге бұлттар қуып, сермеп қанат байқайықшы. Бұл әнде біздер 4 аккорд қолданамыз. Бұлар G аккорды, одан кейін E, M аккорды, сосын C аккорды, одан кейін D аккорды. Бұл әнді екі тәсілмен ойнауға болады. Біріншісі перебор сегіздікпен, немесе қағыспен, сегіздік қағыспен. Мен сендерге куплетті перебормен айтатын боламын, және де қайырмасын қағыспен. Бастайық. Сегіздік переборда ойнаған кезде біздер мынадай G мен E, M аккордтарын ойнаған кезде біздер 6-дан бастаймыз. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 деген струналарды ойнаймыз. Жаңа айтқандай, 2 аккордқа G мен E, M аккордтарына осылай ойнаймыз. А когда C аккордын ұстаған кезде біздер S әлде C деп айтылады, біздер 5-тен бастаймыз. 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Менде бірінші струна жоқ, сондықтан менде дыбыс шықпайды. D аккордына барған кезде біздер 4-тен бастаймыз. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Осылай. Бірінші осылай 2 рет ойнап аламыз переборды. И сосын бастаймыз. Жан едің кенет. Потом ең қарамыз. Ұнап қалған. Сайға барамыз. Күлкісі әнін дейін бұлақ. Дегенде дейін барамыз. Бұлақ салған. И қайтадан G. Өзімді сенсіз сезінемін. C. Жұлдыздайын аспаннан иди құлап қалған. Мына жерге келген кезде біздер C-ға барамыз. Потом D. То есть мына 2 рет ойнадым. Міне, тағы да соңғысына дейінші. Өзімді сенсіз. Потом EM сезінемін. C. Жұлдыздайын аспаннан. Потом D. Құлап қалған. S. C. D. M. Ой, D. Потом ұрамызда төменге қайтайықшы. И қайырмасын бастаймыз. Қайырмасын ойнаған кезде біздер айттым қағыспен. Төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғары. Тағы да. Төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғары. Әрбір аккордқа бір-бірден ойнаймыз. Жаңа 4 аккордқа. Міне аяқтадық. Қайтайықшы бірге серуен құрып. EM. Жасырмай сыр. Потом E, C. Сыр. Айтайықшы D. Құстай ұшып қайтадан бірге бұлттар қуып,
ем сермеп қана С байқайықшы ди бірге и осылай айта береміз. Екінші куплетін бастаған кезде жаңа қағыспен жалғастырып кетуге болады. Сені мен талай ақтандарым, қалаймын үмітімнің өзіңмен ақталғанын жаным. Сезімнің сандығын келді ме ақтарғалы, ақтарғалы. Әйтеуір қатты саған көңіл құмар, оның да көркем ау түбінде мәнісі бар шығар. Жүрегін жүректі жазатын жай шығар. Дәл шығар бәлкім, цеға орамыз кім. Дәл шығар жадина қайтайықшы. Қайырмасын дәл солай ойнаймыз. Достар, бүгінгі разбор сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де ұнаса лайк басуды ұмытпаңдар, және де комментарийға келесі қандай әнге разбор жасау керек, соны жазып кетіңдер. Комментарийға қандай ән көп жиналады, сол әнді жасайтын боламын.